бірақ қараңыздаршы достар, қандай өте шынайы артқа қарағаны. Бұл деген вообще по идее мысалы мультик қолмен салу үшін мынаны да, это прикинь, сколько уақыт керек. Сенде сурет салу навык болу керек. Мысалы мен сурет салмаймын, бірақ осындай әдемі мультикті жасадым да. Жалпы ютубты мен 2010-нан бастап серьезно айналысып келем. И мында 25 мың подписчик бар. Жолдасының каналы 157 мың подписчик бар. Монетизация через курсы, платные курсы. Ютубта бір жақсы, мына видео әлі просмотр алып келатыр да, әлі қарайды адамдар. Reels қысқа видеоларды тек алғашқы бірнеше күн қарайды, потом қалады ол. Подоход $3000 тапқан екенбіз. Ютубта тіркелуді айтам. Көп адам ютубта тіркеле алмайды, себебі Ресей санкция кіріп кеткен үшін біздің Қазақстанның нөмірлерін қабылдамай жатыр. Енді қабылдау үшін не істеу керек? Соны айтам. Суреттен видео жасау, сосын монтаждау, озвучка жасау, бирол жасау, обложка жасау, метаданылар қою, сосын кеңестер айтам. Ютубта қалай тіркелеміз? Сабақ ютубта тіркелу үшін мына номер алу үшін мына сайтты қолдансаңыз болады. Мен про функциялар бар да, қосымша. Өте маңызды функция. Мына келді, көрдіңіз ба? Керемет. Осы кодты енгіземіз. Мында, стратегия қалай? Мынау қарасаңыз, бірінші сурет генерировать етесіз, потом сол суретті бір платформаға саласыз, сосын ол платформа осындай 5-10 секундтық видеолар жасап береді. И как будто бы бір кино қарап отқан сияқты боласың да. Ар жағында менде аудио жүріп жатыр. Енді сорада сапа енді лучше, конечно. Но енді Индиана Джонс қой мынау деген. Қарасың, актер. Шын сияқты. Енді видео жасадыңыздар. Оны не істейміз енді? Бір-біріне жабыстыруымыз керек. Ол үшін мына жерде қатып тұрды, біз ол керек емес, қозғалып отқан керек. Сол үшін мына жерден қиямыз оны. Қию үшін осылай сіз видеоларды қиясыз. И осыны аласыз да, мына жерге жазасыз текстті. Сосын мұнан дауыс таңдайсыз. Әйелдің дауысы мысалы. Explore Voice Library-ге басасыз. И мұнан өзіңізге ыңғайлы топ түрінде дауыстар. Вот сол үшін қазір ұсқыны жоқ каналдар дамып кетті да ютубта. Осындай аудиолар салып қояды, видео болып қояды, болды. Адамдар просмотр жинай береді на автомате. Мына жақта Әбраха әскерін дайындап, Қағбаны қирату үшін шабуыл жасауға бұйрық береді. Бірақ әскерінің ішінде оның бұйрығын тыңдамағандар да шығады. Түсіндіңіздер ғой да? В чем сила? Ойлаңыз, просто текст бересің, саған өте сапалы аудио жасап береді. Соны видеоңа саласың, бұл YouTube видеоң дайын. Сурет, андай сұрақ туындату керек адамда. Сенің видеоңды көріп қалады YouTube'тан адам, сосын андай ой келу керек. Интернеттен фотосын алып та салсаңыз болады. Мен просто обложка идеясына мына суретті қолдан дедім. Любой ютубер қолданады VidIQ деген плагин. Соның өзіне қараңдаршы, қандай сапалы да. Мен бәрін бір жерден шығарыламын мына жерден. Мына жаққа видеоны бүйтіп апплод деймін да. Әңгіме жоқ, подписчик көбейеді, бірақ ол подписчиктер андай ұзын видео қарамайтын подписчиктер да көбі. Ол міне. Шын пілмен ауыстырды, кабаны ауыстырды, и мына солдаттарды қойды. Тоже аудио дорожка өз-өзімен сөйлеп отырады на русском. Ешкім диктор жоқ. Видеолар салады, биролдар. Мысалы, тамақтың пайдасы, қай жер зиян, осындай шокирующий видеолар. Мысалы, просмотр жинайды. Мысалы, 116 мың просмотр жинады. Достар, бұл менің 5000 теңге тұратын өте арзан сабағымның үзіндісі. Бұл сабақ арзан болғанмен ішінде көптеген құнды ақпарат бердім. Сізге YouTube бастап кетуге, жасанды интеллект қолданып YouTube жүргізуге өзінің пайдалы фишкаларын да айттым. Өзімнің 15 жылдық осы YouTube'пен жұмыс жасаған опытымен бөлістім. Бар білгенді, құйдым сол сабаққа. Менен көп адам сұрады, Instagram'дан осындай сабақ керек бізге деп. Соларға арнап жаздым. Сабақтың ұзындығы шамамен 1 сағат 45 минут. Егер сізге осылай YouTube'тан үйренгім келеді, YouTube жүргізгім келеді, жасанды интеллект арқылы деп сондай ойыңыз болса, онда мен ойымша бұл өте керемет инвестиция, өте арзан сабақ. Мен просто өзімнің фокусым, основной жұмысым блогта ол басқа. Мен жасанды интеллект, автоматизацияларын жасауды үйретемін да негізінде. Бірақ мына YouTube тоже опытым болғандықтан, адамдар сұрағандықтан осындай сабақ жазып тастадым. Сондықтан бұл сабақтың бағасын өте арзан қылдым, себебі бұл деген маған негізгі табыс көзі емес. Түсінікті ғой да? Сондықтан егер сізге бұл тақырып қызық болса, төменде ссылка қалдырып кетем, сол ссылкаға өтіп, бұл сабақты сатып алсаңыз болады. Сабақты сатып алғаннан кейін сізге доступ қалады сол сабаққа, доступ кетпейді, және де бір ай бойы сізде поддержка болады. Сол группада, телеграм группада чат болады. Сұрақтарыңызды сұрасаңыз болады. Куратор сізге жауап беретін болады.